ене мен келін қалай тату бола алады деген сұрақ бар да. Бұның бір таблеткасы жоқ. Мына таблетканы екеуі тату болады деген сияқты. Оны тату болу үшін өзі ең негізгі үш нәрсе керек та. Бірінші сабыр керек. Белгілі бір уақытқа дейін сен немере әкелгенше, бір қадірің өткенше, бір-біріңе жақсылығыңды дәлелдегенше уақыт керек, ол үшін сабыр қылу керек. Екінші нәрсе, енеңді зерттеп, оған жағатын, оған ұнайтын нәрселерді тезірек табуға тырысу керек. Ұнамайтын нәрселерінен, ұнамайтын қырларынан барынша қашу керек. Ал енді үшінші дүние бар, кішкентай болса да сый-сияпат жасап, бір тамақтың тәттісі болса да сол енеңе қойып, былайша айтқанда ол да әйел адам ғой. Ол да вниманияны, ол да сый-сияпатты қалап тұрады жан дүниесі. Ол сенен жасы үлкен болғанмен, оның да заты әйел. Сондықтан келін ретінде негізі енеңе елеусіз болса да бір үздіксіз сыйлықтар жасап отыруға тырысу керек. Осы нәрсе мысалға немереңді жапсырып, немерелерің турасап әжесінің бетінен сүйетіндей, немерелері сол әжесі десе өліп тұратындай. Өйткені неге? Әйел жалпы біреуге қалай қараса, оның қойнындағы баласы солай қарайды. Шешесі елжіремесе, баласы елжіремейді. Шешесі суық болса, баласы да суық болып тұрады. Осы нәрселерді де көрсетуге тырысу керек.